Қайырлы күн баршаларыңызға. Сіздермен бірге мен әдеттегідей Гаухар. Гаухардың асханасына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге өзбек ұлтының ұлттық тағамы палау асын әзірлейтін боламын. Ол үшін жуа, сәбіз, сарымсақ, күріш, ет, көк жуа және дәмдеуіштерден тұз, зира, палауға арналған дәмдеуішті қолдансаңыз болады. Қызып тұрған етке майға етімізді салып, екі жағын қуырып, үстіне сәл ғана су құйып, етімізді жұмсақ қылып пісіріп аламыз. Мінекей етіміз қуырылды. Оның үстіне жуаны салып, жуаны да сарғайғанша қуырамыз. Сонда палауымыздың түсі әдемі болады. Одан кейін сәбізімізді салып, үстіне дәмдеуіштерді сеуіп қуырамыз. Әрі қарай күрішімізді саламыз. 2 кесе күріш қолдандым. Сонда 2 кесе су құйдым. Су күріштің бетінен сәл ғана асып тұруы қажет. Мінекей палауымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын.